Сәлеметсіздер, бүгіннен бастап MySQL негіздері атты курсымызды бастаймыз. Енді MySQL деген бұл деректер базасына арналған бір бағдарлама. Енді бұдан басқа Oracle деген бар. Oracle, сосын SQL сервер деген. Одан кейін MySQL. Енді бұдан басқалар да бар, бірақ енді ең көп қолданылатын осы үшеуі. Енді бұның ішінде Oracle деген бұл Sun деген компаниянікі, мынау Microsoft компаниясынікі. Ал енді мынау MySQL DB деген компаниянікі болатын негізі. Бірақ 2009 жылдан бастап бұл Sun деген компанияға өтті. Яғни мына компанияға өтті. Енді бұл үшеуінде қолданыста не айырмашылық бар дегенде, мынау өте үлкен, сосын бағасы да қымбат. Бұл үлкен, қымбат. Дейік. Бағасы да қымбатты. Бұны әдетте бәңкелер істетеді. Бәңк системаларында осыны істетеді негізінен. Ал енді мына SQL сервер, бұда негізінен үлкен, сосын бұл енді мыналарға қарағанда қолданысы төменірек. Ал енді мынау ақысыз, бірақ енді бұны 2009 жылдан кейін мыналар сатып алғаннан кейін ақылы қылып жерген негізі. Бірақ ақысыз нұсқасы бар. Бұл 2009 жылға дейін мүлдем негізінен ақысыз болатын. Ал мыналар сатып алғаннан кейін бұны ақылы қылып жерді. Бірақ бұның қолданылымы кең. Қолданылымы өте үлкен. Бұны жазбай қойын. Ал енді одан басқа не айырмашылығы бар дегенде, мынау бұл Windows және де Linux және macOS жүйелерінде бірдей істейді. macOS. Ал енді мынау жақында ғана қосты. Негізінен бұл қазір негіз мынаған істемеуі мүмкін. Тек осы екеуіне істейді. Әлі мынаған толық көшіп болған жоқ мына SQL сервер. Негізінен Windowsқа бағытталған. Ал енді мына Oracle болса, бұлда үшеуіне істейді. Бірақ сол бағасы қымбат, сосын өте үлкен. Бұның ішкі жадыға деген сұранысы өте жоғары. Мыналар секілді оңай орната салуға да келмейді. Сосын орнатқаннан кейін бұл компьютердің жаңа септемесіне деген несі өте жоғары. Ал енді мыналарда да SQL деп тұр, мына жерде де SQL деп тұр. Енді бұларда ортақ не бар деген кезде, бұл үшеуі де жаңағы SQL тілін қолданады. SQL деген бір тілін қолданады. Ал SQL тілі деген, мына жердегі SQL деген, негізі көбі мынаны MySQL деп те оқиды, MySQL деп те оқиды. Ал менің ойымша болғанда, мынау қысқарған әріп, сондықтан үлкен жазылып тұр. Сондықтан да бұны жеке-жеке оқу керек. Мысалы, MySQL деп оқу керек. Ал енді осы бір SQL тіл. Бұл SQL Structured бірдеме айту, Query Language деген сондай бір атау бар. Яғни құрылымға бағытталған, сондай құрылымдық тексеру тіл деген мағынада. Ал енді бұл енді осы SQL тілін қолданады, бірақ мына әрқайсысында осыған осы SQL тіліне аз-аз өзгерту алып барған. Негізі осы SQL тілін үйренеміз біз. Сол кезде біз осы біреуін үйренсек болған. Ал енді кейін мыналарды қолданып кету қиын емес. Бұлардағы кейбір жерлер ғана ұқсамайды. Негізінен басым көп бөлігі ұқсас. Бұлардың әрқайсысы өз алдына кейбір нәрселерді өзгертіп тастаған. Ал енді бұны біз компьютерге орнатайық. Біз енді бүгін үйренетініміз осы MySQL. Біз бұны орнату үшін мына жерде downloads, яғни жүктеп алу деген. Осыдан кіреміз. Осыдан кіргенде мына көк үлкен бөлік. Негізі бұл ақылы нұсқасы. Сондықтан біз бұған мүлдем қарамаймыз.
біз үйренушілер болғандықтан біз ақысыз нұсқасына түсеміз. Ол ақысыз нұсқасын кішкене қылып мына жерге жазып қойған. Астында міне осыны басамыз. Осыған кіргеннен кейін енді мына жерден қалың түсіріп алатын бағдарламаларды берген. Бізге бұның ішіндегісі MySQL Installer for Windows деп мына Windowsқа арналған нұсқасы. Біз осыны басамыз. Осыны басқаннан кейін мына жерде системаны талда дейді. Біздікі Microsoft Windows. Содан кейін мына жерде екеуі де тек қана 32 орынды системаға арналған екен. Біз білетініміз 64 орындыға 32 орынды да орнай береді. Бірақ 32 орындыға 64 орнамайды. Қазір мен компьютерім 64 орынды система. Сондықтан мен осыны орнатамын деген сөз. Ал енді бұда екеуі бар екен. Онда екеуі болғанда үлкен кішісіне қарайық. Мынау 24 MB, мынау 427 MB екен. Бұлардың біреуі, яғни орнатып алып, шетінен орнатып, шетінен түсіретін нұсқасы. Ал енді мынау жаңағы барлығын түсіріп алғаннан кейін орнататын түрі. Енді мен мынаны түсірейін. Бұны түсірген кезде бізге мына системаға кір деп айтады. Жаңағы мүлдем ақысыз емес, яғни кімнің түсіргенін есептеу үшін болар. Сондықтан біз осыған кіруіміз керек. Менде логин деп, менде аккаунт бар. Тіке логин арқылы кіремін. Ал сізде аккаунт жоқ болса, осы арадан тізімделу деп осыған қосылуыңыз керек. Ал ота қиын емес. Тек электрон поштаңыз болса болған. Осыған кіргеннен кейін поштамызды жазамыз. Сосын кіру десек. Енді кіргеннен кейін бұл тағы да жалғасты. Мына арадан біздің жұмысымыз сұрап тұр. Енді кез келген талдайсаңыз болады. Бұл арадан не бар екен? Мынау мектеп деген екен біз. Осыны таңдай салайық. Не істейсің дейді. Тағы да қанша адам істетеді дейді біз. 2-де 4-тік, V 7. Осылай сүре салайық. Содан кейін барып мені жүктеп алу. Жүктеп алғаннан кейін біз сол жүктелген орынға барып орнатуды бастаймыз. Орнату терезе шелгі ашылғаннан кейін бізге осындай бірнеше талдау орай беріледі. Соның ішінде біріншісі әдепкі. Бұның ішіне бізге орнатып беретіні MySQL сервер, MySQL shell дейді, және router, және workbench бір талай нәрсені орнатып беретін, яғни осыларды орнатады екен. Бұның ішінде мен түсіндіре кететін болсам, MySQL сервер деген ең түпкі маңызды бізге қажеттісі. Ал енді мынау MySQL shell деген ол қара экранда осыған жалғайтыны. Мына бірінші, бұл ең маңызды. Ал мынау екіншісі осыған жалғайтын, қара экранда жалғайтын. Ал одан кейін мынау бізге терезе шелгі бар. Осы секілді терезе шелгі бар, осыған жалғайтын. Ал енді бұдан басқалары мына MySQL for Excel дейді. Visual Studio дейді. Бұлардың бәрі негізі қажет емес. Сондықтан біз бұны бұлай орнатпайық. Енді тек қана серверді орнатсақ та болады, бірақ бізге мынау да қажет. Жаңа үйренулер үшін мынау да қажет. Ал одан кейін клиент ол не дейді? Бұлар болса мына осыған жалғайтындарды орнатып береді. Барлығы дейді. Ал енді мынау өз қалауыңша. Осы ең астыңғысын таңдайық. Енді миыңызды ашытпаймын десеңіз, осы біріншісін таңдайсаңыз. Ал енді өз қалауыңыз бойынша болса, осы ең астыңғысын таңдаңыз. Сосын next деп өтесіз. Өткеннен кейін мынарадан қай-қайсысын орнатасыз. Соларды былай қарай өткізеді екенбіз. Бізге керек мына біріншісі MySQL серверді орнатамыз. Оңға.
оңға жылжытады екенбіз. Ал одан кейінгі ішіндегі мынау осыны оңға жылжытамыз. Ал одан басқа мынау shell мыналардың барлығын қажет емес. Документ дейді. Мынау мысал. Осының ішіне керекті мысалдар. Ал енді мынау қалай қолдану туралы документ. Енді бұны орнатсақ та болады негізі. Мынау мысал. Мысал деген сөз, біз енді жаңадан үйреніп жатсақ, осыны қоса орнатсақ болады. Өйткені бізге бір ішінде деректері бар бір база орын қосып береді. Ал енді ол қажет емес десеңіз, мынаны таңдамай қойсаңыз болады. Ал енді мына жердегі connectors деген осыған жалғап пайдаланатын керекті. Мынау C++-да істетеді, мынау Net Framework, Python дейді. Бізге енді бұлардың бәрі қажет емес. Компьютер ауырластырып орнатуымыздың қажет жоқ. Ал бірақ мынау қазірге орнатып қояйық, енді біз үйренуші ретінде. Сосын мынаны орнатайық. Сонда біріншіден мынаны орнатамыз, содан кейін жаңағы application ішінде мынаны орнаттық. Одан астында мыналарды орнаттық. Мына жаққа қарасаңыз болғанда. Осы бойынша орнатқаннан кейін next деп таңдағаннан кейін next дейсіз. Бұл енді осылай таңдала береді. Мына орнататын орын таңда дейді. Осы бойынша кете берсін. Есімізге сақталайық, мынау C program files деп тұр мына жерде. Сосын мынау бұрын бір рет орнатқам, сондықтан мына ескерту шығып тұр. Бұрын бар екен дейді. Иә, бар бола берсін дейміз. Next дейміз. Одан кейін енді орнатуға көшті мына жерде. Содан кейін мына басамыз. Сосын болған соң next деп жалғастырамыз. Next деп және де жалғастырамыз. Енді мына біріншісі бойынша кете берсін. Бұны да next деп жалғастырамыз. Одан кейін мына жерде мына портты өзгертуге болады. Енді бұл арада порт деген осы MySQL-дің сыртқа жалғанатын, яғни бір үй десек, осының сыртқа шығатын есігі, өзіне тәуелді есігі. Енді бұның default, яғни әдепкі мәні 3306. Бұны өзгертіп алуымызға да болады. Біз енді жаңадан үйренуші ретінде бұны өзгертпей қоялық. Бірақ енді бұл өте маңызды. Әдетте серверге орнататын болсаңыз, ең жақсысы өзгертіп тастаған дұрыс. Өйткені басқалар жағынан оңай бұзушылыққа ұшырайды. Одан кейін және де next дейміз. Мынаған сол бұрынғы бойынша кете береді. Және де next. Енді мынау осы rootқа паспорт орнат дейді, яғни құпия сөз. Біз 1, 2, 3, 4, 5, 6 дейік. Мен алдында бір рет орнатқам, сондықтан мынау соны ескертіп отыр. Міне дұрыс болды. 1, 2, 4, 5, 6 деп қана жаздым. Сізде мына жер ұқсамай жазса, өзіңіз жаңадан осы құпия сөзді белгілейсіз. Басқа ешқандай ұқсамастық жоқ. Одан кейін және де next. Енді мынау сервистің аты. Біз жаңа айттық, мынау MySQL сервер деген осы сервисті орнатамыз. Мынау бір сервисқа жатады. Сервис. Сервис деген осы компьютердің бірге қозғалатын, не болса бір қажетті кезінде қозғалатын қызметтер. Оны біз былай ашамыз. Сервис деп іздесек, компьютерімізден шығады. Міне, мынада әртүрлі сервистер бар. Енді біз қарап көрейік, мына жерде әннің алдында, міне, мұның ішінде MySQL деген жоқ. Енді әзір біз орнатқаннан кейін осындай атта бір сервис пайда болады. MySQL 80 деген. Бұны не үшін 80 болып тұр деген кезде, MySQL-дің 8-ден нұсқасы біздің істеткеніміз, сондықтан 80 деп жазылып тұр. Болмаса өз MySQL деп тұра берсе де болады. Ода ешқандай келер-кетер жоқ. Содан кейін барып next деп жалғастырамыз. Енді мынау ең соңында осы біздің жаңағы таңдағандарымыздың барлығын енді жүзеге асырады. Енді болғаннан кейін finish деп аяқтастырамыз. Және де next дейміз. Сосын барып мына жерде сынап көруге болады. Жаңағы біздің
сервисімізға сынап көрсек болады. 1 2 4 5 6 чек дедік, дұрыс болып тұр. Мына жасыл шығып connection success десе, онда дұрыс деген сөз. Сосын және де next дейміз. Мынадан жалғастырамыз, мынаны басып атқару деген сөз. Болғаннан кейін және де finish деп аяқтастырамыз, және де next дейміз. Соныменен орнатылып болды. Енді мынау бізге айтады, мына workbench'та ашып берейін ба деймін, мынаны өшіргеннен кейін. Жарайды дей салайық. Енді ол жерден ашылмаса, мына бастау тізімінде бар, мына жерде workbench деген. Бұл енді мыналарды ашып тастайын. Бұл енді сіздерде осындай біреу ғана ашылады. Яғни бұл жаңағы біздің орнатқан MySQL сервисқа жалғанатын қосымша бір workbench деген бағдарлама. Ал енді сервисіміз бөлек, ол MySQL сервис. Біз мынаусыз да жалғай аламыз. Мысалы, мен мына жерде Navigat деген бар. Бұда да сондай деректер базасына жалғанатын деталь. Яғни деректер базасына жалғанатын бағдарлама. Олай болса, осыны ашқаннан кейін біз мына жердегілерді өшіріп тастайық. Local host деген. Енді мына жерде мен жаңадан connection дегенде қарасаңыз, мына жерде бұл енді Navigat'тың мықтылығы сондай. Осылардың бәріне қолдануға болады. MySQL, Oracle, SQLite, SQL Server деген сияқты. MariaDB. Енді мына MariaDB деген осы MySQL негізі екеуі бір дүние. MongoDB дейді. Енді осының ішінде біз MySQL деген таңдаймыз. Сосын мына жерге ат жаз дейді. Бұл ат не деп жазсаңыз да болады. Бұл әдетте domainді жазам. Мысалы, мынау бізде localhost Нұрбол дейін. Яғни мынау мен өз компьютерімдағы болған сияқты. Ал енді оның host деген IP немесе жаңағы domain. Оны қалай жазамыз деген кезде, өзіңіздің компьютер болса, осы localhost деп жазсаңыз да болады, немесе 127.0.0.1 деп жазсаңыз да болады. Ал енді әдеттегі жағдайда әркім өз компьютеріне бір MySQL орнатпайды. Тек қана серверге орнатады да, сол негізінде пайдаланады. Мысалы, бізде солай сынақ нұсқаларын бәрі серверге орнатамыз. Ал одан кейін мына арада жаңағы порт, біз орнатқан кезде белгілеген порт, осымен ұқсас болу керек. Одан кейін username, root, password дейді, құпия сөз. 1 2 3 4 5 6 деп жазған болатынбыз. Одан кейін save password дейік. Одан кейін мынау сол жақ астында test connection деген сынап көру, жалғап сынап көру. Онда басайық, дұрыс деген. Окей. Енді міне осының үстін бассақ, осы database-ға жалғанды деген сөз. Яғни біздің базамызға жалғанды. Енді мен бұны көрсетіп отырғандағы айтпақшы, біз мына MySQL-дің орнатқандағы бірге орнатқан workbench деген ол сөзсіз орнатуға тиісті нәрсе емес. Ол осы секілді өзімізге қолайлық үшін ғана орнатылған. Мына секілді жалғауға қолайлы болу үшін. Енді мына Navigat деген өте мықты. Ал енді бұл ақылы, сосын бағасы да қымбат. Ал енді мынау workbench деген осы MySQL-дің өзінің ұсынғаны, яғни өзінің берген ақысыз қолдануға болатын. Енді осыны біз жалғайық. Жалғанып кетті. Енді жаңа осының алдында мен істеткем, сондықтан құпия сөз кіргізуді сұраған жоқ. Сосын астындағы segmas деген таңдаймыз. Сол кезде мына жерден осы біздің базадағы, яғни сервердегі, сервистағы database-тарды көрсетеді. Database деген деректер базасы. Мына жерде 3 бар екен. Бірақ біз мына жерде көргеніміз 5, онда қалған 6 екен. Қалғаны қайда кетті дегенде, мына 3-ін мыналар өздері жасырып көрсетпеді. Өйткені ол системаның өте маңызды database-тар болған себепті мынада көрсетпеді. Бірақ біз оны көре аламыз. Мынаға show database деп жазсақ болған. Show database деп жазсақ, мында көре аламыз. Бірақ ол мына өзінің көрсеткен жерінде көрінбей тұр. Негізі көруге болады. Ал енді бұл бір түрлі жалғау жол. Ал енді бұдан басқа біз алдында мына
SQL Shell дегенді орнатпадық. Оны не үшін орнатпадық дегенде, біздің компьютердағы PowerShell деген мынау одан қолайлырақ. Негізі осы жаңағыдан қолайлы. Енді біз бұған MySQL деп жазып көрейік. Жазып көрсек, мынау айтады, жаңағы access defined дейді. Мына user'ды жазбағанбыз біз құпия сөзбенен. Жаңағы осыған кіретін атты жазбақ, сондықтан осындай қателік шығады. Ал енді тағы бір түрлі қателік бар. Оны да көрсете кетейін. Ол енді өте көп кезігетін қателік. Ол қателік қайдан шығады дегенде, біз мына жерде кіреміз, сосын pass деген таңдаймыз, edit, сосын мынаны өшіріп тастаймыз. Енді ол қателік сіздерде былай шығады. Осындай кезде MySQL деп жазсаңыз, мынау әлі істеп тұр екен. Онда көрік, біз жаңа нені өшіріп тастадық. Негізі біз дұрыс өшіргенбіз, сондықтан дұрыс екен. Енді қайтадан жаңағы PowerShell'імізді қозғалтайық. PowerShell. Сосын MySQL деп жазақ. Жазсақ осындай қателік шығады. Яғни, бұның айтып отырғаны MySQL-ді бұлар танымайды. Осындай нәрсе жоқ дейді. Біз айтқанымыз осы PowerShell, біз осылай жазған кезде бірден мына Windows, сосын мына C диска, яғни система орнатылған диска, соның ішінде Windows System 32 деген осы папканы, яғни осы құжат қалтасының ішінен іздейді. Жаңағы MySQL деген осының ішіне таппаса, сосын барып жаңағы мына жердегі өзіміз белгілеген pass деген ішінде edit деп қарайық. Осы белгілегендердің ішіне іздейді. Мыналардың ішіне іздейді. Енді ол құжат қалталарының ішінде де MySQL деген жоқ болса, онда ол жаңағы секілді қателік шығады. Мынадан. Бұндай қателік шықса, онда сіз жаңағы MySQL орнатылған орынға, біз C diska program files MySQL, содан кейін мына 8-ден 0, осының ішінде bin дегеннің ішінде бар MySQL 2C деген осы. Осыны белгілеуіміз керек. Енді көбі ойлайды, мынаны мен қайдан табамын депші. Ондай болса біз былай табуға болады. Мыналардың кез келгенінің орнатылған жері. Мынадан қарап қойып, open file location деп, осының жерден тағы да open file location деп, одан кейін артқа бір шегіліп тауып алуға болады. Бізге жалпы осы қажет. Осы адрес тауып алғаннан кейін, я болмаса орнатқан кезде өзіңіз таңдаған адрес, осыны сақтап алуымыз керек. Осыны тауып алғаннан кейін, жаңағы бойынша келесіз, мен қайтадан тағы да бір көрсетейін. Бұл енді өте маңызды. Бұны дұрыс істей алмасаңыз, дұрыс жалғай алмайсыз. Бірінші this PC деген тауымыз. This PC, сосын ең астыңғысы properties, сосын барып мынау, одан кейін барып мына ең астыңғысы. Одан кейін барып мына жерден басқасы емес, pass деген таңдаймыз. Edit деп, жаңадан қосу деп, мынаны осы араға жапсырсақ болғаны. Сосын OK дейміз, болды. Енді мынаны өшіректі қайтадан жазалық. As PowerShell, сосын MySQL. Енді дұрыс болды. Енді MySQL дегеннен кейін не жазамыз дегенде, мына ортаңғы сызық, мына 0 деген цифрдың қасындағы ортаңғы сызық, сосын U. U деген user дегеннің қысқартылғаны. Тағы да айтайын. Мына U тең user деген сөз. User деген біз білеміз, қолданушы. Онда қолданушы бізде тек қана қазір root бар. Сосын тағы да мына сызық P. Мына жерде P деген password деген сөз, яғни құпия сөз. Одан кейін болғаннан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6 міне кірдік. Яғни осылай жазу арқылы мына жерге MySQL U root P. Сосын барып сізден құпия сөз сұрайды. Одан кейін құпия сөзіңіз кірсесіз. Осыны басқаннан кейін enter басасыз. Мен қайтадан жазайын. MySQL U root
p арқылы сосын интерді басасыз, содан кейін барып паспортты кіргізесіз, яғни құпия сөз кіргізесіз, одан кейін және де интерді бассаңыз осыған жалғанады деген сөз. Осылай болды деген сөз. Show database, міне біздің жаңағымен ұқсас, біздің MySQL серверіне жалғанды деген сөз, яғни сервисіне жалғанды. Ал енді бұл бір жолы. Тағы да жалғайтын мынадай жазатындар бар. MySQL root сосын p 1 2 3 4 5 6 деп. Бұл жазуды айта салайын. Бұл жазу әдісі мынаның u сосын мынаған жалғап жазасыз. Сосын p 1 2 3 4 5 6. Осылай басып барып, сосын интер жазсаңыз, жаңағы ұқсамайды, тіке осылай кіріп кетуге болады. Бірақ бұның кемшілігі мына жерде жазған паролыңыз көрініп тұрады басқаларға. Мына секілді көрініп тұрады. Сондықтан мен осылай істеткен дұрыс деп ойлаймын. Яғни арасынан бостық тастап жазыңыз. Ал бұл екі түрлі. Сосын жаңағы және де ұқсас, мына show database деген секілді. Ал одан кейін бұдан шегіну quit десек болған шегіне деген clear тазалау. Осылай MySQL-ге біз осы PowerShell арқылы жалғай аламыз. Ал енді мына сервисті көріп біз сервис refresh, міне MySQL деп қойғанбыз атын, міне осы арада бар екен. Енді осының propertiesін көрейік. Бұған қарасақ startup type дейді, автоматик дейді, яғни осы компьютер қозғалғанда бірге қозғалсын дейді. Енді сіз бұны үнемі істетпейтін болсаңыз, егерде, онда осыны жауып тастаңыз. Disabled деп. Сосын жауып тастағаннан кейін өзіңіз ашуыңыз керек болады. Мынаны disabled, OK. Сосын жауып тастадық. Жауып тастағаннан кейін біз ендігі жолы мынаны компьютерді, болмаса мен мынарадан стоп деп тоқтатып тастаймын. Осы сервисті мынаны автоматты қозғалу дегенді жауып тастадық. Негізі жауып тастамаймыз. Біз мына үшінші теңселегеміз. Өзіміз ашып жауды белгілейміз деген осы. Ал мына біріншісі автоматты. Ал мына оның үстіндегісі автоматты компьютер қозғалғанда бірге қозғалады. Бірақ дереу емес. Компьютер қозғалып өз-өзіне келіп, біраз орныққаннан кейін барып қозғалады. Осыны таңдасаңыз болады, немесе мына өзім қолмен ашам деген сөз. Осыны таңдап, сосын OK дейік. Біз қазір бұның жағдайы тоқтап қалған, стоп. Running деген қозғалып тұр деген сөз, стоп. Тоқтап қалды. Ал енді оны қалай білеміз дегенде біз мынаны өшіріп, қайта жалғасақ, жалғанбайды. Міне. Осы қателік шықса, онда сіз содан күмәнданыңыз. Сіздің MySQL серверіңіз қозғалған жоқ деген сөз. Яғни компьютеріңізден жүрмеген болу керек. Оны жүрген сосын қалай білеміз дегенде біз мына PowerShell ашамыз. PowerShell ашқаннан кейін осы араға net деп жазыңыз, сосын бос орын status MySQL. Мынада үлкен жазып та статус. Болмаса нет. Біз алдымен осыдан қозғалтып көрейік. Статус деген жоқ екен. Net start деген бар екен. Pause file help дейді. User view time stop. Жалпы бұның жағдайын көретін жоқ екен. Сондықтан біз осы сервистен қарайсақ та болады. Егер running деген жоқ болса, онда қозғалмады деген сөз. Сосын біз оны осы бүйрек арқылы қалай қозғалтамыз дегенде net start сосын MySQL десек болғаны. Міне. Қарасақ бұл access дейінет дейді. Мынау шықты деген сөз сіздің құқығыңыз жетпейді деген сөз. Яғни осыны қозғалтуға құқығыңыз жетпейді. Онда оны қалай құқық жеткіземіз дегенде win-ға асты басып PowerShell деп жазамыз. Жазған соң, мына оң жағында Run as administrator дейді. Ең жоғары админ ретінде
осыны аш деген сөз. Я болмаса мынаның оң жағын басып, мына жерде де бар. Сосын бізден рұқсат сұрайды. Иә деп жауап береміз. Содан кейін қарасақ, мына бас жағындағы атында міне select administrator деп шығып тұр. Енді көрейік. Net start MySQL. Сосын жазсақ, міне starting дейді. Success дейді. Енді барып мынаны refresh десек жаңғылайды. Running деп шығып тұр. Сосын барып біз жаңағы мынаны жалғап көрейік. Навигатымызды. Бұл жерден localhost нұр болды, жалғалы тұр деген сөз. Енді дәл осы кезде біз net stop MySQL дедік, міне. Онда тоқтап қалады. Енді жаңа осы жерден де жалғап көрейік. MySQL root P. Сосын 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сосын бұл енді жалғанбайды. Өйткені біз жаңа тоқтап тұрсақ, міне 161, 10.061 деген қателік шықса, MySQL қозғалған жоқ деген сөз. Ал енді біз енді қайтадан қозғалтайық. Net start MySQL деген сөз. Міне қозғалды. Сосын біз жаңағы бұйрық қайта атқарайық. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осылай өзіміздің сервисімізді жалғай аламыз. Енді бұл сабағымызда біз осыны жалғайтамыз. Енді жалпы біздің түсінуге тиістіміз сервер MySQL сервер. Ол осы біздің database-қа жауапты бір бағдарлама, яғни сервис. Ал енді жаңағы MySQL-ге бір көмекші бір нәрсе бар, ол мынау. Бұның аты бір түрлі екен, Workbench деймі. Осындай бір нәрсе екен. Бұны мен өзі өмірі істетіп көрмегем. Ал мен істететін мынау Navigat деген. Осыған жалғайтын, осы сервиске жалғап қолданатын осы ең мықтысы осы Navigat деп танимын. Өз басым осыны танимын. Ал енді мыналар Workbench осы Sun компаниясының бізге берген. Ал мынау басқа компания. Одан кейін жаңа PowerShell арқылы, яғни қара экранда ашу. Осы арқылы, осы үшеу арқылы біз мына сервисқа жалғаймыз. Ал енді мына әдеттегі жағдайда біз кейін сайт жасағанда, болмасқа үлкен компанияда істеген кезде, бұл MySQL әркім өз компьютеріне орнатпайды. Тіке серверге орнатады. Сосын біз соның IP арқылы осылардан пайдаланып, біз соған өзгертулер алып барамыз.